Жәнібек Әлімханұлы рингке жақындап та қалды. Эгис Климас назарларыңызда WBO чемпиондық белбеуін ұстап қазір. Жәнібектің қасында келе жатыр. Кәсіпқой бокста осымен 15-ші жекпе-жегін өткізгелі отыр. Жәнібек 14 жекпе-жектің барлығында жеңіске жеткен, 9-ы мерзімнен бұрын аяқталған. Және 15-ші жекпе-жекте егер қазір жеңіске жетіп жатса, онда екі титулды біріктіру дегеніміз бұл шынымен де үлкен жетістік, керемет бір көрсеткіш деуге болады. Жалпы германиялық және италиялық жанкүйерлер де аз емес аренада. Ladies and gentlemen, welcome inside the Fort Bend Epicenter here in beautiful Rosenberg, Texas. This is boxing, this is Top Rank, presented by Hall of Fame boxing promoter, Mr. Bob Arum. Brought to you this evening by AutoZone. Get in the zone. This bout is scheduled for 12 rounds as we unify the WBO and IBF middleweight world titles. Our judges at ringside, John Basile, Robert Hoyle, and Ellis Johnson. And the man in charge at the sound of the bell is Mr. David Fields. And now, to everyone in attendance here inside the Fort Bend Epicenter, and to everyone watching on ESPN, this is boxing. This is Top Rank. And oh, baby, this is the main event. Introducing first out of the blue corner, presented in association with Agon Sports. He weighed in at 159.5 pounds, wearing white trunks with black and gold trim. His record, 21 victories with no defeats, 1 draw. 7 of those victories coming by way of knockout. He is making his first world title defense. He is the reigning, defending IBF middleweight champion of the world from Wuppertal, Germany, Vincenzo Il Capo Gualtieri. Introducing out of the red corner, he weighed in at 159.3 pounds, wearing green trunks with red trim. His record, perfect. 14 fights, 14 victories. 9 of those victories coming by way of knockout. He is making his 3rd world title defense. He is the reigning, defending middleweight champion of the world from Zilandi, Kazakhstan, Janibek, Kazakhstan, Alim Hanala. Fucking Janibek! Қос боксшымен таныстырып болды. Арена Эль Капо деп қазір шулап жатыр. Бұл Гуальтиеридің лақабаты. Рингте қазір 3 адам қалу керек. Тарихи жекпе-жек дәл қазір басталады. Жәнібек Әлімханұлы, Винченцо Гуальтиери, WBO, IBF орта салмақтағы чемпион атағы үшін алғашқы раунд. Солақай Жәнібек аяқтың ұшында жеңіл қимылдауға тырысады. Ал Гуальтиери тіпті еркінсініп қазір алғаш секундтарда қолын бірден төмен ұстап отыр. Тегауып шабуыл. Да, на самом деле Гуальтиери это такая вот фишка. Часто он опускает руки. Ну, это опрометчиво, конечно же, против Жәнібека делать это, особенно в начальных раундах. Үйреншікті мәнеріне басты. Винченцо жалпы қорғанып жүріп жұдырықтасатын боксшы көбінесе. Қорғанысқа көңіл бөледі. Міне енді
алғаш секундтардан бастап сол үйреншікті мәнерді айқас болды. Да, слышим мы наших болельщиков, фанатов. Жарысып жатыр бір-бірімен, иә, жанкерлер. Илькапоның ба, әлде қазақ стайлдың ба жанкерлері? В Розенберге, в штате Техас. Чувствуется поддержка. Алғаш секундтарда әрине қазір бір-бірлерінің мүмкіншіліктерін бағалайтын болады. Кім қандай оймен, қандай жоспармен шығып отыр бұл рингке? Алғашқы шабуыл, бірақ барлығы қорғанысқа келіп дейді. Гуальтеридің орындауындағы Жәнібек әзірше қысым көрсетіп жүргеніне қарамастан көп соққы жасап жүрген жоқ. Да, аккуратно начинает первый раунд этого поединка. Екеуде жалпы ұқсастығы бар. Екеуде тәуекелге көп бара қоймайды жекпе-жек барысында, барлығын асықпай жасауға. Винченцо, да, он действительно работает вторым номером больше, особенно в предыдущем поединке, где он стал чемпионом. Отличная комбинация от Алимханула. Алғашқы раундтың 1 минуты ғана қалды. Одан да. Джеб. Екеуде әзірше толықтай іске кіріскен жоқ. Гуальтери тағы да қолдарын төмен ұстап, басын алға шығарып тұрып алды. Раундтың соңына қарай Алимханұлы белсенділікті арта түсті. Попытался встретить левым апперкотом, как это было в одном из поединков Жанибека против Стивена Батлера, предыдущем, кстати. Қолдарын төмен ұстағанына қарамастан Гуальтери Жәнібек жақындаған кезде бірден қолдарын көтере кетеді, жоғары ұстайды. Осылайша алғашқы раундта тамам. Раундтың соңына қарай бір бұрышқа апарып тықты, бірақ шабуылдай қоймайды шығар. Қорғанысқа тиген соққылар бұл жерде. Бірінші раунд осымен аяқталды. На мой взгляд, первый раунд уверенно забрал Жанибек Алимханула. Johnny, we need to put it together. Okay, the jab's working perfect. Right, we got to come out with a little uppercut. Make sure you got the right hook right behind there, okay? Айтпақшы, бұл Жәнібектің жаңа жаттықтырушысымен алғашқы жекпе-жек. Брайан Вилори жетекшілік етуде. Напоминаем, что спонсор данной трансляции — букмекерская компания Олимбет. Олимбет — это Берік Сұлтан Вилорияның нұсқамаларын қазір қазақшаға аударып отыр. больше одного удара наносить Жанибеку. Напоминаем, что спонсор данной трансляции — букмекерская компания Олимбет. Олимбет — это широкие линии, большие коэффициенты и кэшбэки реальными деньгами. Бірден комбинация жасауға кірісті Алимханұлы. Тағда Илькапо деп аренаны көкке көтеріп жатыр. Германия және Италиялық жанкерлер. Тут такие противостояния не только лишь в ринге, но и за пределами ринга среди болельщиков. Это не может, конечно же, не радовать. Даже несмотря на тот факт, что далеко от Казахстана, в штате Техас, происходит поединок, мы слышим, как поддерживают Жанибека Алимханула наши болельщики. Это, конечно же, очень круто. Қарсалды бұл жерде. Потрясен, потряс. Айту қиын енді. Бірақ тоқтап қалды бірден. Гуальтери екінші раундта мәнерін өзгертті. Германиялық. Өзі қазір қарсыласына жақындай бастады. Өзіне қартай тартып алуға тырысады. Гуальтери және Алимханұлы бірден жауап қайтарып. По корпусу, по туловищу пробил слева Жанибек. Ну, я бы отметил, что Гуальтери не стоит пока списывать со счетов, потому что в предыдущем поединке многие так и считали, что у Фалькао
уже короновали Фалькао как нового чемпиона, но Гуальтиери там выдал, конечно же, поединок. Я оған қоса бірнеше мәрте ереже бұзғаны да бар. Да, это тоже стоит отметить. Оу, встретился все-таки слева. Жылдам көрінеді Әлімханұлы қарсыласына қарағанда. Ал Гуальтиери бәлкім жекпе-жектің екінші бөлігін күтіп жүрген болу керек. Денеге жасалынған соққы, жаттықтырушының нұсқамаларын орындай бастады Әлімханұлы. Самый главный момент, что Алимханұлы контролирует центр ринга, не отдает это пространство. Поэтому приходится Винченцо все-таки идти назад и упираться в канат ринга. Қарымта шабуылдар жасау қолдан келмей жатыр әзірше Винченцо. Сондықтан қысым көрсетіп жүрген Әлімханұлы. Шабуыл үстінде Әлімханұлы. Екінші раундты да отандасының өз еншісіне жазу керек. Оң қолмен сырттан жасалған шабуылы. Гуальтиери қорғанысқа қазір ден қоюда. Денеге соққыны уақытында көріп қалды. Нет, показалось. Аяғын басып қалды қарсыласының алдыңғы аяғын. Сол себепті Гуальтиери тұрып қалды бір орында. Енді тұрыстар әртүрлі болғаннан кейін бұндай қулықты да қолдануға болады. Қарсыласының сол аяғын басып қалып шабуылдаса, Гуальтиери ешқайда қаша алмайды. Қазір раундтың үздік сәттерін тамашалап шығайық. Естеріңізге салып өтейік, трансляцияның демеушісі еліміздегі ең танымал букмекер Олимбет. Олимбет бұл матчтарға арналған кең желі, ыңғайлы қосымша және ыңғайлы сайт. Сондай-ақ үздік спорттық іс-шаралар, нақты ақшамен кэшбэк және спорт жанкүйерлері үшін қолайлы акциялар. Міне қазір көрсетіп отыр, сол сәтті қарсыласының аяғын басып қалды Жәнібек. Бұл да әрине бір шеберліктің белгісі. No te me quedes parado y adelante. No me descuido nada. El campeón me quieres tú. Acuérdate. Come on. Нұсқамалар өзгерген жоқ. Үшінші раундтың қарсаңында. Это значит, что все идет по плану тренерского штаба Жанибека Алимханұлы. Никакой суеты, никакой шумихи. Ну и поединок, по сути, только начинается. Третий раунд. Бұл жекпе-жектің басы ғана енді дене қыза бастады. Бәрі енді басталу керек. Әлімханұлы әзірше оң қолмен қарсыласын қашықтықта ұстауда. Гуальтиери не істейді. Для тех, кто ожидает досрочной победы Жанибека Алимханұлы, возможно, приготовьте, что это будет 12-раундовый поединок, потому как Винченцо Гуальтиери не проигрывал ни разу еще нокаут. Досрочно не проигрывал. Но всегда бывает первый раз, поэтому, возможно, Жанибек отправит нокаут. Тіпті нокдаунда да болмаған, Каспий Монсонда. Да, поэтому... Тағы. Қалай, соққыды жасайтын сәтті таңдай алды. Быстрее, конечно же, на руках Алимханұлы, и тайминг, конечно же, здесь повыше, чем у Гуальтиери. Гуальтиери больше... Отличная комбинация была. Вот как раз-таки ошибка Винченцо, что опускает руки, пытаясь защищаться именно корпусом и движением головы, но не всегда успевает это сделать. Енді екі раундтың ішінде түсінуге болар еді ғой бұны. Міне тағы да денеге жасалған соққы. Әзірше мән бермей жатыр бұл соққыларға Гуальтиери. Но они скажутся в поздних раундах. Әрине. Техникалық тұрғыдан әрине Жәнібек барлығын дұрыс жасауда. Қарсыласының сол аяғының сыртына жүріп отырады әрдайым. Өзінің аяғын, оң аяғының сыртына жібермеуге тырысады. Гуальтиериге бұлай бұрын ешкім қысым көрсетпеген. Еще один апперкот! Да, вот этот коронный апперкот Жанибека Алимханұлы, который не одну победу принес в профессионалах, да и в любителях также. Комиссия өкілі қазір аяғынан тік тұрып қарап отыр жекпе-жекті. Бәлкім мерзімнен бұрын жеңістің иісі шыға бастаған сияқты. Соңғы минут. Жәнібек асығар емес. Міне, қорғанысты бұзып өтті тағы да. Бір джеб. Снова опустил руки. Өте жылды. Қарсыласына қарағанда әлдеқайда жылды.
Әлімханұлы 30 секунд. Гуальтиери. Снова сдвоенный джеб от Жанибека. Пристреливается, нащупывает дистанцию. Міне, соққылардың И барлығы сразу ауаға же кетіп жатыр. ушел, да, после своей атаки, разорвал дистанцию. Все по книжке, все по классике. Соңғы секундтар. 10 секунд. Бұл раундта тағы да таңдасымыз. Басым. Оған еш күмәнім жоқ. Әзірше Гуальтиери Жәнібекке қарсы не істеу керек екен білмей жүрген сияқты. Beautiful work, Johnny. Beautiful work. Keep setting him up with that pull jab, that pull uppercut. It's beautiful. Напоминаю, что спонсор данной трансляции – букмекерская компания Олимбет. Олимбет – это широкие линии, большие коэффициенты и кэшбэки реальными деньгами. Регистрируйся и погружайся в мир спорта на полную. Твоя первая ставка уже застрахована. Okay, stay behind that jab. Beautiful. Change that trajectory. He respects you too much. Okay? Tell him sometimes straight with the left, sometime around Or with the left. sometimes up, sometimes straight. Mix it up. Кстати, 3 Okay? He's doing beautiful. установки Beautiful сразу. work. Nice. Сторон от берега Султана. Бұл жерде- От тренера, от Катмана еще. Бұл жерде Берік Сұлтан ең алдымен аудармашы ретінде. Сосын өзі айтпақшы, бұл жерде ең басты функция бұл туды алып шығу. Сосын туды Жәнібек жеңген кезде иығына ілу. Но это очень сложная, ответственная, конечно, Әрине, функция. әрине. Стартует 4-й раунд. Дәл тиді қазір. Дәл осы соққы жайлы Брайан Милорен айтып отырған. Разбирает своего оппонента по этажам. Жанибек, обрати внимание, что есть, кажется, гематомы. Иә, бұлай жекпе-жек соңына дейін жетпейді Гуальтиери. 12-ші раундқа дейін. Дело пахнет досрочным окончанием поединка. Енді босаңсымау керек әрине. Жәнібек қазір аңдып жүр қарсыласының барлық іс-қимылын. Ал Гуальтиери тек қана қорғанысты ойлауға мәжбүр. Шабуылдауға еш мүмкіншілік жоқ. Өте жылдам Жәнібек қорғанысты бұза алды. Міне тағы да. Бірнеше Ну, жауапсыз соққы. отпускает. Обрати внимание, что Шарасыздан жасалған шабуыл. Қарашы. попытки отчаяния, конечно, Я. достать своего оппонента хоть каким-то ударом. Тағы да міне құлақ шекеден салып жіберді қазір. Әлімханұлы джеб. Ну, давайте будем честными. После поединка с Фалькао это слишком большой прыжок в оппозиции для Гуальтиери. Возможно, совсем готов к таким противостояниям. Міне қарсыласын. Қуып барып артынан қазір. Сол оның соққынды арталды. Но не забывайте, что это бокс, поэтому такая арифметика, что тот сильнее этого, я выиграл того, то я должен выиграть в этом поединке. Вот как раз таки Гуальтиери с Фалькао эту математику и опроверг. Күтіп жүр. Әлімханұлы өзі қарындаш шабуыл. Міне Гуальтиериді күтіп жүр қазір. Кел бері қарай дейді. Көрейік. Да, конечно же, Жанибек вот вторым номером работает очень здорово, на самом деле. Міне өзі тіпті барып рингке тірелді арқасымен, бірақ Гуальтиери бата алмай жүр қалай дегенде. Мүмкіншілік беріп тұрғанына қарамастан бата алмай жүр қарсыласына. Тағы да джеб. Ну, потому что понимает, что это ловушка Жанибека. Он затягивает на себя, чтобы начать свою комбинацию и выбросить левый апперкот, скорее всего. Тағы да джеб. Керемет қарымта шабуыл. Міне шығарып алды өзіне. Иә, қазір дәл осы джебтер арқылы Гуальтиери амалсыздан қарсыласына қарай жүруге мәжбүр болды. Міне бірден қарсы алды. Әлімханұлы 20 секунд. Да, главное вот не отпускать Гуальтиери, потому что в этих перерывах, в этих эпизодах он успевает восстановиться после пропущенных ударов. 10 секунд остается. Керем. Иә, бұл раунд тіпті мінсіз өткізді деуге болатын шығар, иә, Жәнібек. Уақыт өткен сайын кәдімгідей жекпе-жек тізгінін өз қолына алып алды. Әлімханұлы. Гуальтиеридің іс әрекеттерінен, жалпы бет әлпетінен сондай бір сенімсіздік байқалды.
No me dejes que te golpee. Бұрышында да қазір көңіл күй жоқ. Жаттықтырушыға Este ataca con ese қазір recto. қандай күйде екенін жеткізуге тырысуда, иә. Не болып жатыр? Hacerle la finta de que tú lo vas a contraatacar. Hacerle la finta de que tú lo vas a contraatacar. Y ahí Yes. Yeah. Doing beautiful. Қазақша нұсқамаларды есту қалай керемет, а? Stay with the course. Do not give them any momentum, okay? Техастың төрінде. Главное событие вечера, скажи. Иә, кештің басы жекпе-жегі. Бой за унификацию двух поясов. Әлі. Түсіндің ғой, иә дейді, түсіндің. Болды, жалғастырайық онда. 5-ші раунд. Жәнібек Әлімханұлы, Винченцо Гуальтиери. 12 раундтың 5-шісі. Әрине, джептерден бастайды. Гуальтиери бұл раундқа қандай жоспармен шықты? Тағы да бүкіл соққылардан баспен қорғану үшін бе, әлде қарымта бір әдістер болады ма? Тағы бір соққы. Күтіп отыр, не? Тағы да джеппен. Қарсыласын шабуыл тоқтаталды. Енді қолдарын түсірмейтін болады, да? Ну, после стольких пропущенных ударов это уже кажется... Енді бұрын нәтиже беріп жүрген тактика ғой. Қазір кәсіби мансабында алғаш рет Гуальтиери осындайға тап болып отыр. Ну, с такими скоростями, скорее всего, Винченцо не встречался, поэтому и пропускает очень много ударов. Многие удары даже и не видит, скорее всего, пропущенные. Бір ғана джептермен қазір қарсыласын әбден жұлқылап тастады. Әлімханұлы Гуальтиеридің осымен саудасы біткен сияқты. Көреген. 90 секунд до окончания 5-го раунда. Амалсыздан ғана, шарасыдан ғана шабуылдар жасауға мәжбүр. Гуальтиери анда-санда тым болмағанда бірдеңе жасайын деп соққы жасап қояды, бірақ нәтиже жоқ. Ну, здесь стоит отметить, наверное, не в счет оскорбления Гуальтиери, но по классу пока что не вывозит Винченцо. Есть все-таки попадание. Гуальтиери! Удастся ли отправить в нокдаун, оформить в этом раунде? Жоқ! Ушел в разнос Жанибек, но при этом отпустил своего оппонента. Нокдаунға жақын. Міне, аяқ тұшында секіріп, қазір бірден қалпына келіп алуға тырысуда. Гуальтиери берілер емес, қаншама соққы өткізіп алса да. 45 секунд до окончания 5-го раунда. Все-таки достал ли ему апперкота? Өзде тіпті жауап қайтаруға. Шабуылға беріліп кетті бұл жерде. Әлімханұлыдан. Әукел, көру керек, әлі уақыт бар. Болмағанда бір нокдаун жасап жерсе қазір. Раундтың соңына қарай. Құлауға жақын сияқты енді шынымен. Гуальтиери. По корпусу удар. Әлімханұлы. Міне, бірден басын еңкейтіп қорғатысқа кетеді. Әлімханұлы қолын созса. Винченцо Гуальтиери. Ну, полноценного нокдауна не получилось, но потряс все-таки этим ударом Жанибек. Beautiful work. That's it. Set it up. We gotta let your left hand go off the combinations. Off the jabs. It's there for you. He's not reacting anymore to any of the shots. Split his guard. Он больше не реагирует на твои удары. После каждого джеба всегда работай левой рукой. Здесь уже осматривают, да, состояние Винченцо. Атлетикалық комиссия өкілдері тексеріп отыр. Әзірше барлық ойдағыдай жалғастыруға болады. Ханұлының бұрышында жаттықтырушылар барлығы дән риза. Міне, осы сәтте. Отличная комбинация. Передней рукой встретил и сразу же
әбден зерттеп біліп алған ғой, қай жаққа еңкейетін джебтен кейін. Сол соққыға өзі барды ғой, өзі барып басып Левый тосты. апперкот. Бұрышқа қарай қыстыра бастады. Әлімханұлы. Міне тағы да. Жай ғана соққылы салса болды, бірден қорғанысқа кетеді Да, вот Гуальтиери. закрывает такую коробочку Винченцо. Міне бір шабуыл ұйымдастырып көрмекші ол, бірақ барлығы бұл жерде қорғанысқа келіп дейді. Джеб. Міне қатарынан бірнеше джеб дәл тиіп жатыр. Застоялся здесь у канатов почему-то. Винченцо не может отлипнуть. Не, Оу! Нокдаун? Жалғастыру Нет, керек. не нокдаун. Аяғы шалынып кетті деймін бұл жерде. Түспей қалды камераға, бірақ түсінемше. Да, ну покосился. Шалынып қалды. Потерял немного так равновесие. Не, бұл жерде нокдаун болу керек. Есеп ашу И... керек. Нет, рефери почему-то остановил Джанибека и разрешил продолжить дальше. Бірақ ереже бойынша негізі солай. Міне тағы да бірнеше Здесь соққы. все-таки да, и Аяқ да, жекпе-жек. это все, это даже не нокдаун, это нокаут. Жаныбек Әлімханұлы IBF тұжырымдамасы бойынша жаңа чемпион, тарихи жетістік, 2-1 чемпиондық белбеу бір спортшының қол астында. Дәл осы сәттен бастап құтты болсын дейміз. Бүгінгі жексенбі сәтті басталды. Жергілікті арена барлығы дән риза. Осыған келе жатты ғой барлығы, иә. Жанибек Алимханұлы из 4 престижных поясов забрал 2, имеет теперь 2 пояса. Напомню, что Винченцо Гуальтиери был чемпионом по версии IBF, Жанибек по версии WBO. Теперь Жанибек в этой линии чемпионов стал обладателем 2 поясов. Напомню, что по версии WBC у нас Джермел Чарло является чемпионом и Рислан Дилара по версии WBA. Олардың да кезегі келеді дейікші. Бұйырса. Здесь главное, чтобы смогли договориться промоутеры, менеджеры, агенты, потому что не все зависит от боксеров, от спортсменов. Сам ты должен прекрасно это понимать. Давайте еще раз взглянем на этот момент. Осы жерде тіпті нокдаун есеп ашу емес, жекпе-жекті тоқтатуды жөн көрген екен рефери. Да, мне казалось, что все-таки это будет нокдаун, а считает рефери даст возможность восстановиться, но почему-то... Бұл жерде бұған дейін бір нокдаун болды. Рефери өз қателігін бәлкім түсініп отырған болу керек. Ереже бойынша, міне көрдің бе, бұл жерде ринг құтқарып отыр ғой. Егер рингке тірелмесе, отырмаса, бұлай құлап қалар еді. Міне бұл толықтай нокдаун болып есептеледі ереже бойынша. Бірақ бұған дейін дәл осындай сәт есепке алынбады. Бәлкім соны ескере отыра рефери осымен болды. Жетеді деген шығар. Енді өзім солай түсініп отыр. Үлгермей қалды ол кезде. Алғашқы нокдаун кезінде рефери жекпе-жек барысында араласты. 15 побед. Жанибек Алимханұлы имеет сейчас уже в своем рекорде и 10 побед досрочных. Отличный результат. 15 жекпе-жектің ішінде 2-1 негізгі чемпиондық белбеуді жеңіп алу. Это Бұл керемет жетістік. очень-очень достойный показатель. Енді орта салмақтағы IBF титулы толықтай өз еліне оралды дейікші. Бір жыл бұрын ғана Головкиннің қолында еді. Ол чемпиондық атақ. Міне енді Әлімханұлы иелік етіп отыр. IBF тұжырымдамасы. Міне Брайан Вилория назарларыңызда. Дәл осы жаттықтырушымен сәтті адамын бастап отыр. Ал Брайан Вилория кезінде өзі 2 салмақ дәрежесінде әлем чемпионы болған, әуесқойлар арасында әлем чемпионы болған. Фредди Роучтың қол астында жаттыққан боксшы. Қазір бұл жекпе-жектің де үздік сәттерін бір тамашалап шығайық. Біртіндеп. Әлімханұлы міне жекпе-жек барысында қарқынды көтерді. 5-6 раундта тіпті бұл қарқынға Винченцо Гуальтиери еш тойтарыс бере алмады.
Әрине, Джермал Чарло болсын, Эрисланди Лара болсын, бұлар Винченцо Гуальтиеримен салыстыруға келмейді. Боксшылар, бірақ бұларды да Әлімханұлы жеңе алады. Міне осылайша тура 10 жыл бұрын дәл осы қазан айында небәрі 20 жасында Жәнібек Әлімханұлы әуесқойлар арасында Алматыда өткен әлем чемпионатында топ жарған, жасында жарқыраған, міне Ордабұзар жасында 2-1 титулға иелік етіп отыр. Міне тарихты біз құрметті көрермен өзде менің сөзімді құптап отырғандай. Бұл тарих дейді, бірақ біз тоқтамаймыз, алда әлі 2 титул бар. Карлос Адамос, Джермал Чарло, Эрисланди Лара. Міне осылардың бірі. Жәнібек Әлімханұлының келесі қарсыласы болсын деп тілейміз. Батыр деген жігіт бар, жолығамыз бәріміз. Батыр деген жігіт бар. Тейпті қазір шешкеннен кейін ресми түрде Әлімханұлының қолы көтеріледі және 2-1 титулда дәл осы Әлімханұлына табыстайтын болады. Бұл салмақта жоғарыда айтылған 3 жігіттің жетістіктеріне келетін болсақ, Карлос Адамос қазір WBC тұжырымдамасы бойынша уақытша чемпион. Джермал Чарло 32-0 рекордының егері, WBC тұжырымдамасы бойынша негізгі чемпион. Ал WBA қазір Эрисланди Лараның қолында. Лара кезінде алғашқы орта салмақта чемпион болған атақты кубалық боксшы. Ал біз енді жекпе-жек аяқталғаннан кейін ең маңызды сәтті күтеміз. Қазір Жәнібек Әлімханұлы жеңімпаз 2 белбеуді табыстауға қажет. Ал Винченцо Гуальтиери осымен кәсіби мансабындағы алғашқы жеңілісіне ұшырап отыр. Қай раунд дейді. Жәнібек Әлімханұлы әбден жекпе-жекке беріліп кеткен ғой. Қай раундта жекпе-жек тоқтатылғанын да білмейді. Я, бұл өте сондай бір эмоционалды сәт қой. Тарихи сәт, барлығы ойдан шығып кетеді. Винченцо Гуальтиери қазір атлетикалық комиссияның тексеруінен өтті. Түсінуімше барлығы дұрыс, денсаулығына ешқандай қауіп жоқ деп есептейді. Я, бұл жігітке де біз ризамыз. Чемпиондық атаққа қол жеткізгеннен кейін қапшықтармен төгіліп жүру алмай, не бірден Әлімханұлына қарсы шығып отыр. In Rosenberg, Texas, referee David Fields calls a stop to this bout at 1 minute 25 seconds of round number 6. For your winner by technical knockout, and now the WBO and IBF middleweight champion of the world, Janibek Kazakhstan Alimhanov. Міне, біз асыға өткен сәт, Жәнібек Әлімханұлы 2-1 чемпиондық атақтың иегері. Өзінің басты мақсатына алғашқы қадамын бүгін жасады. Назарларыңызда толық статистика бұл. Жекпе-жек бойынша, барлық көрсеткіштер бойынша Жәнібек Әлімханұлы басым. Бұны біз жекпе-жек барысында да түсіндік. Алғашқы раундта Гуальтиери біраз тойтарыс берсе, қалған 5 раундта Жәнібек Әлімханұлы қарсыласына дес берген жоқ. Janibek, was that what you envisioned? Yeah, ассаламу алейкум баршаңызға, құрметті жанкүйерлер. Бұл біздің бокс, бұл қазақ стайл. Біз осындай стильді тарихта қалдырғымыз келеді. This is my style of fighting. This is a Kazakh style. This is what I'm going to be continuing doing it. This is a violent style. I don't know if it was knockout of the year, but it was pretty good. He didn't mount much of an attack back. Were you surprised at that?
Ты был удивлен, что он как бы обратно не боксировал? Жоқ, біз басында осындай тактика құрғанбыз. Ол бізгемен шыққан кезде мүлдем бокстаспайтынын білдік. Бұл тек қана бізді шаршаған кезде контратакаға бір ударға ұстаймыз деп ойлады. Бірақ оның бәрін біз залда жаттығып, шындап шыққанбыз. We knew from the beginning where he's not going to fight back to me. We knew about that. And he was waiting because he was thinking I'm going to get tired. But I didn't get tired. You did not get tired. Where do you go from here? You have 2 belts. Best fighter in the division as far as I'm concerned. Where do you go from here? Біз осы екеуінің тағы да бір екеуін жинасақ дейміз. Біз 4 титулды қосқымыз келеді. Әрине, егер мүмкіндік болып жатса, Top Rank осы жекпе-жектерді ұйымдастырып берсе, бізге жақсы болатын еді. Біз дайынбыз. What we would like to do, we would like to add another 2 belts to this collection. And we hope our promoter, Top Rank, can organize that. You got a plan for that, Egis? I'm going to walk over and see Gualtieri, but I know you're a crafty guy. You got a plan for that? I do. Okay. Здесь Vincenzo. только что подметил все-таки, говорит, что ты умелый парень, я знаю, что у тебя есть план на завоевание остальных 2 поясов. И так обменялись словечками, что все-таки и Климов сказал, что да, я знаю, как это сделать. Поздравления Жанибеку. Сегодня он был лучше, чем я. Я думаю, что слишком рано остановили. Но, безусловно, он был сегодня лучше. И мои поздравления и благодарность всем, кто пришел посмотреть этот поединок. Как ты можешь описать его мощь, его силу? Не знаю, как сказать, но мы в Германии говорим, что нужно сушить удары, вот не знаю, насколько правильно это перевел. И до сих пор говорят о том, что это была слишком ранняя остановка. Anybody who comes across the Мои world поздравления. for something like that, congratulations to you too. Thank you very much. Thank you. Fellas, back to you. Осымен құрметті көрермен, біздің трансляциямыз тамам. Жексенбі күні сәтті басталды.